Мемлекет жетекшісінің бірінші орынбасары Өмірзақ Шөкеев Оңтүстік Қазақстан облысындағы мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасының орындалу барысымен танысты. Одан кейін Шымкенттегі тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту бағдарламасы аясында күрделі жөнделіп жатқан үйлерді аралап көрді. Тұрғындарының қатары миллионға жақындаған Шымкент қаласы үшін тұрғын үй құрылысы өте маңызды сала. Оны оң шешуге мемлекеттік бағдарламалар көп көмектесуде дейді жергілікті басшылық. Өмірзақ Шөкеев әсіресе тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы азаматтарды баспанамен қамтамасыз етудің жақсы дамығандығын атап өтті. Пайдалануға берілуге дайын үйлерді аралап көріп, жергілікті басшылықтың осы сала бойынша атқарып жатқан жұмыстары туралы есебін тыңдады. Оңтүстік Қазақстан облысында Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры арқылы тұрғын үй салу үшін жер телімі қарастырылып қойған. Құрылыс жұмыстары келесі жылы басталады. Сондай-ақ Шымкентте тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту бағдарламасы аясында 13 үй жөнделетін болады. Тұрғындардың өздерінің шешімдерімен осы ремонт жасау, жартысын, сол қаржының жартысын тұрғындар өздері салаттағыны, жартысын өкімет тарапынан берілетін болады. Кейін өкіметтен бөлінген ақшаны тұрғындар 7-8 жылда қайтарады. Бүгін таңда 41 үйдің құрылысы жүргізуде, оның 18 тұрғын үйі биылғы жылы тапсырады. Сол ішінде жаңағы 84 пәтерлік коммуналдық пәтерлер үйлер, қалғандары ипотекалық үйлер деп саналады.